Ассалаумағалейкум, көпшілік сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздерге шетел ақшасын теңгеге ең жоғарғы курспен алмастырудың кейбір тиімді жақтарын таныстырып өтетін боламыз. Бұнда біріншіден шетел ақшасын теңгеге айырбастау барысында көріліп отырған мәселелер. Яғни біздің қолымыздағы шетел ақшасы. Мәселен алып айтатын болсақ, Қытайдың, Юаны, Монғолияның, Өзбекстанның және Түркияның осы қатар мемлекеттердің ақшасын теңгеге айырбастау барысында біздің зиян тартып отырған тұстарымыз қайсылар? Екіншіден, осы шетел ақшасын теңгеге ең жоғары курспен алмастырудың тиімді жақтары. Яғни біз қайсы жерге, қайсы орынға барып алмастырғанда ең жоғары курспен алмастыра аламыз дейтін осы мәселелер жөнінде айтатын боламыз. Енді бұнда біріншісі, біз осы ақшамызды, шетелден әкелген ақшамызды теңгеге алмастыру барысында көріп отырған мәселелер. Бұнда негізінен мәселен Қытай юан ауызға алатын болсақ, соңғы кездері қазақ елінде доллар мен юан айырбас бағасы өте құбылмалы болып отыр. Енді жұрт юанды қаншаға айырбастайтынын түсінбей қалды. Ішкі жақта екі түрлі баға бар. Ұлттық банк белгілеген курс және айырбастау орындарындағы айырбас курсы. Ел ішінде іс жүзінде айырбасталатын нақты курсты ақша айырбастау орындары белгілейді. Қазақстанда жергілікті жұрт ақша айырбастау орындары курспен айырбастап отыр. Ақша айырбастау орындары юанды 87 теңгеден алып, 105 теңгеден сатып отыр. Ал енді делдалдар жұрттан 78 теңгеден алып отыр. Сонда 78 бенен 105-тің аралығындағы айырмашылық 27 теңге. Ал 78 бенен 87 арасындағы айырмашылық 9 теңге. Енді мұнда саудагерлер делдалдармен бірлесіп осындай нарықта жоқ бағаменен жеп отыр. Келген өзіміздің қандастардың ақшасын Қазақстан нарығындағы бағадан көп төмен алып отыр. Бұлар салық төлемейді. Әкелген тауарында арзандатпайды. Сондықтан өз ақшаларыңызды нарықтан төмен сатып желінбеңіздер. Ал енді саудагерлер мен делдалдар WeChat'та бірлесіп алаяқтық істеп, өздері курс белгілеп, юанды 78 теңгеден алып, арзан юан алып пайда көріп отыр. Ондайға алданбаңыздар. Юандарыңызды кемінде 87-де 90 арасында сатыңыздар. Арзан сатып желінбеңіздер. Азын-аулақ ақшаларыңызды арзанға сатқандарыңызбен зат арзандап жатқан жоқ. Маңдай термен келген ақшаларыңызды елге жем қылмаңыздар. Делдалдар, сіздерді де Қазақстан ішкі нарығындағы айырбас пункттеріндегі бағамен алыңыздар. Қазақстандағы Қытайдан келген қазақтар осы жерде өмір сүріп отыр. Осы ішкі нарықтағы айырбас курсінен тым алыста кетпеңіздер. Жұрттың ақшасын нарықтан төмен айырбастатып, обына қалудың қажеті жоқ. Ал енді Монғолия ақшасы, Өзбек, Түркия қатарларды албайсақ, бұларда да негізінен осындай төмен бағада алатын, төмен бағада сатылып кететін осындай жұрт зиян тартатын осындай ақылдар өте көп көріліп отыр. Ал ондай болса, екінші бір мәселе, енді біз ақшамызды ең жоғары курспен қай жерде, қайсы орындарда алмастыра аламыз деген мәселеге тоқталайық. Енді біздің Қазақстанда ең үлкен компания, осы ақша айырбаспенен айланысатын ең үлкен компания МИГ компаниясы. Яғни МИГ жауапкершілік шектеулі серіктестігі. Бұл осы Қазақстандағы ең үлкен компаниялардың бірі. Бұл енді ақша айырбастау кезінде бұлардың негізгі мақсаты ақша айырбастауда тез әрі адалдықпен жұмыс жасайды, әрі қауіпсіз, өте қауіпсіз. Енді бұл компанияның әдірісі міне жоғарыда көрсетілгендей, мынаны көріп алыңыздар. МИГ
kz. Осы адрес бойынша кіреміз. Осы адрес бойынша кіретін болсақ, осы компанияның әр күні қаншалық курс, шетел валютасының қаншалық курс екендігі бәрі көрсетілген. Сондай-ақ енді осы компанияны таныстырған. Міне, мына компания сіздің қауіпсіздігіңіз үшін жеңілдіктер жүйесі дейді. Енді осы компанияны мына адрес бойынша кіргеннен соң, бұдан әр күнгі курстарды көріп отыра аламыз. Енді бұл компанияның ерекшелігі жаңа айтып өттік. Ең басты мақсаты өте тездікпен алмастырады, адалдықпен жұмыс жасайды, және өте қауіпсіз. Міне көріп отырғандарыңыздай, осы компанияның, міне өздеріңіз көріп отырғандай, бұл компанияның адресі, Алматыда тұратын адресі. Міне төменде көрсетілген. Енді осының ішінен өзіңізге ең жақын жердегі адресі бойынша барып, осы шетел ақшасын алмастырсаңыз болады. Енді және бір ерекшелігі, бұл компанияның мобильдік қосымшасы бар. Осы қосымшаны өздеріңіздің телефонға жүктеп алсаңыздар болады. Міне мынаның QR коды бар. QR коды арқылы өзіңіздің телефонға жүктеп аласыз. Жүктеп алған соң, оны кез келген жерде көре алатын боласыз. Яғни әр күнгі осы валютаның курсы қаншалық екенін біліп отыратын боласыз. Сонымен бірге, онда да адрес көрсетілген. Өзіңізге ең жақын жердегі адрес бойынша барып, ең жоғарғы курспенен осы ақшаңызды айырбастай алатын боласыз.